Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Күн сайын қаншама автокөліктер шығарылады. Жыл сайын өндірушілер өнімдерін сату үшін мүмкіндігінше жаңа үлгідегі автокөліктерді ойлап табады. Бірақ олардың бәрі бірдей сатыла бермейді. Көптеген автокөліктер сатылмай, иелерсіз қалып қояды. Бұл видеода сіз олардың сатылмаған көліктермен не істейтінін білесіз. Барлық өндірушілер автокөліктерді көп мөлшерде істеп шығарады. Кейіннен көлікті тапсырыс берушінің еліне жібереді. Жыл өтсе де сатушыларда сатылмай қалған көліктер қалып қояды. Олар не істейді? Әрине, 20-30% шегірме жасап, қайта сатуға қояды. Ай өтеді, көктем келеді, жаз келеді, артынша жаңа үлгідегі автокөліктер де келеді. Оларды қоярға жер керек болады. Жаңасы тұрғанда ескісін сатқан дұрыс емес. Жай магазиндері мен сатушыларда шамалы ғана болар. Алайда ресми сатушыларда өте көп мөлшерде болады. Оған елдегі бүкіл ресми сатылатын мекемелердің көліктерін қосайық. Саны мыңдаған көлік болады. Және де оған арнайы жасалған қымбат люксті машиналарды қосайық. Кей маркалы автокөліктер Kia, Honda, Toyota, Audi, Nissan секілді сұраныс көп болмаса да, сатылмай тұрғандар аз емес. Кей елдерде алдыңғы жылы сатылмаған көліктер осы жылы көп сатылады. Кей елдерде басқа маркадағы көліктер көп сатылса, кей елдерде инфляцияға байланысты мүлдем сатылмай тұрып қалады. Осылайша көптеген жүрілмеген алайда сатылмай тұрып қалған көліктер жиналып қалады. Енді бұлардың барлығын сыйлыққа беріп жібере алмайды ғой. Бағасын да түсіріп сата алмайды. Бағасын түсіріп сатса, жаңадан келген қымбат көліктер сатылмайды. Сыйлыққа беріп жіберсе, келесі жылы тағы сыйлық күтіп отырады. Енді тек бір ғана амал қалады. Барлық көліктерді бір жерге жинап, олар жайлы ұмыту. Сондықтан бүкіл елде көптеп жиналған көліктер мазары бар. Мына тұраққа қараңызшы. Бұндай тұрақтар ақша жинап, көлік сатып ала алмаған адамдардың көз жасын келтірері сөзсіз. Мына тұраққа қараңызшы. Үлкендігі соншалық, қанша көлік бар екенін айту мүмкін емес. Ал мына 300 мыңға жуық Volkswagen автокөлігі мына Американың тұрақтарының бірінде тұр. Бүкіл әлемде бұндай тұрақтар мыңдаған. Бұл көліктер қайда барады деп ойлап жатқан шығарсыз. Әрине, қайта өңдеуге. Бұл ұзақ уақытты жұмыс. Себебі орындықтарын, бензин багын, дөңгелегін, сол секілді алынатын заттарын алып, көлікті престеп, ертуге жібереді. Міне осылай достар. Егер сіз ақша жинап, көлік сатып ала алмаған болсаңыз, онда сіз алам деген көліктердің бірі осы жерде өзінің қайта өңделуін күтіп отыр. Бейнебаян ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.